Армысыз ағайын, бүгін айтқым келген менің әңгімем осы жүру туралы негізі көп айтып жүрмін ғой. Бірақ сол тап қалай жүру керек, қандай жағдайда, қалай, қайда деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін кісілерде. Және соған осы жүруге байланысты ғалымдардың соңғы зерттеулерімен бөліскім келеді. Қазір ғылыми түрде дәлелденді жүрудің пайдасы тағы да. Бірақ соның ішінде тап қалай жүру керек, сол туралы да біраз ақпарат шықты қазір. Жүргенде де жай жүрген, мысалға жатқаннан пайдалы, бірақ денсаулық жақсы болып, өмірдің ұзару үшін жүрудің жылдамдығы да өте әсер етеді екен. Соның ішінде секундына 2 метр жүру керек, сондай жылдамдықпен. Сол сенің өміріңнің ұзаруына жақсы көмегін тигізеді. Енді кем дегенде 1,5 метр, 1,5-2 метр секундына. Былайша айтқанда сен 2-3 қадам жасауың керек қой секундына. Сондай жылдамдықпен жүргенде сен көп пайда береді. Былайша айтқанда сен әдейілеп шығып паркке, скверге немесе жағалауға шығып, егер ауыл жерде болса, онда кез келген жерде жүре беруге болады. Ауылда көп машина жоқ қой. Қалалы жерде тұрсаң, онда мүмкіндік болса, былай таза ауада жүрген жақсы. Машина жоқ, немесе өте аз жүретін сондай жерлерде жүру керек, мүмкіндігінше. Өйткені былай жүргеннің өзі пайда болғанымен, қатты жүргенде әсіресе өкпе ашылады, және жолдың бойында жүретін болсаң, машинадан шыққан көктің бәрі сенің өкпеңе кіреді. Содан пайдасын жоққа шығаруға дейін барады ғой. Сондықтан соған да қатты мән бөлу керек. Арнайы сол парк, сквер, сондай жерлерге бару керек, қалалы жерде тұратын адам. Немесе биік үйде тұратын болсаңыз, онда этажбен жоғары төмен. Барған сайын жылдамдығыңды үдетіп, және баспалдақтан бірінші басында мүмкін бір баспалдақ басып, біртіндеп үйренгеннен кейін екінші баспалдақпен, 2 баспалдақ арқылы басып, және жылдамдығыңды үдетіп, сөйтіп сосын мөлшерін ұлғайтып, мысалы басында бір барып түсіп келіп жүрсең жоғарыға, біртіндеп үйренгеннен кейін 2 рет, 3 рет, 10-ға дейін апарып болады мысалы. Және этажға да байланысты, ол 5 этажды үйде бір бөлек, 9-10 этажды үйде бір бөлек, 20 этажды үйде бір бөлек, бірақ өзінің жағдайы қарап, үшін айналдырып келгенде, сен мініп түскенде, немесе ең басында тіпті мінгенде жүрегің соға ма, алқынасың ба, алқынбайсың ба, содан қарайсың, содан басталады бәрі. Соған қарап сен өзің неңді білесің, шамаңды білесің, және қаншалықты өзгеру керек екен. Басында бір 5 этаж көтерілгенде мысалға сен алқынып қаласың көбінде, мысалы үйренбеген адам ондайға. Сосын біртіндеп ол алқыну кетеді үйренген сайын. Сосын барып 2 мініп келгенде жүрек соғып алқына бастайсың соған. Сосын 3 соққанда сөйтіп 5-10-ға дейін апарғанда әлі тың тұрсаң, ол сенің денсаулығың өте жақсы деңгейге жетті деуге болады. Сол сияқты 9 этаж, 15 этаж, 20 этаж болса да, сол көре бересің, жаймендеп өзіңнің денсаулығың жақсарған, сол алқынғаныңа, жүрек соққанына қарай білесің. Тек қана аяқтың бұлшықеттерінің несіне емес, ауырмаған, дыхалканың қалай екеніне, қалай реакция етіп тұрғанына қарап, сен өзің денсаулығыңның қаншалықты түзеліп, қаншалықты былай жөнделгеніне өзің бақылап отыруыңа болады. Ешқандай анализсіз, ештемесіз, ешқайда бармай-ақ өзің сол күйіңе қарап біліп отыруға болады. Ондай жағдайда енді егер мысалы парк жоқ десең айналаңда, жағалау жоқ, ештеме жоқ, сонда және парк бар болса да баспалдақпен түскен ешқашан да ешкімге артық етпейді. Ол өте жақсы жаттығу. Және тегін, су тегін, ешкім ештеңе төлемейсің, кірде жоғары шықта, түс шықта, 20 рет мініп түссең де өзің білесің. Бірақ ол орасан зор пайда береді саған. Сондықтан жүру деген ол бірінші кезекте тұр. Біз қайта айтамын, тамақ ішу, эмоция деп
бірақ олардың да бәрінің де несі беретін әсері зор біздің мына денсаулығымызға, ұзақ өмір сүруге. Бірақ соның ішінде жүрудің де өзінің үлкен өзінің бір орны бар, ерекше орны бар. Сондықтан жүру ол өте маңызды. Оны ешқашан, егер ақыры өзің денсаулығын күтем десең, ұзақ өмір сүргің келеді десең, онда жүруді ешқашан ұмытпаңыздар. Қандай да болмас сұрақ болса қоя беріңіздер, мен қашанда дайынмын, көмектесуге дайынмын, жеке көмектесуге де, былай топтық жағдайда да, ешқандай жағдайда болмасын, мен қашанда сұрақтарыңызға жауап беруге, тікелей жұмыстанып бірге істеуге де ешқашан қарсылығым жоқ. Сол үшін жүрмін, өзім сол денсаулық түзеумен айналсам, елмен көріп жүргенде шығарсыздар материалдарынан, сондай жұмыспен айналысатынымды. Сол сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар, соғыңыздар, жазыңыздар, қашанда жауап беруге дайынмын. Әзірше осы. Сосын тағы бір айтып кетерім, мен орыс тілінде де бір парақша ашып, сонда салып жүргем, орыс тіліндегі лекциядан. Соны жаймендеп қазір осы парақшамы ауыстырып жатырмын. Сондықтан таң қалып қалмаңыздар, мынау не орысша сөйлеп кетті деп. Мен екі жерде жүргізіп отырдым ғой, енді соны бір жерге қосқым келіп отыр, қазақ тілі мен орыс тіліндегі нелерімді, әңгімелерімді. Сондықтан қазір сол орыс тіліндегі парақшада бір 15 па, білмеймін 20 ма бір не бар, әңгімелерім бар. Соларды жайменде көшіргенше енді біраз 3-4 күн кететін шығар. Орысша енді көбейіп кетеді, бірақ қазақшаны да қалдырмаймын. Сондықтан екеуі бір жерде болсын деген оймен, мақсатпен істеп жатырмын. Сондықтан таң қалмаңыздар, соны бір ескертіп қойын деген. Ал жақсы, көріскенше, мүмкін бүгін де тағы кездесіп қалармыз, көреміз. Сау болыңыздар.